қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Ананың барлығын сабақ оқыңдар деп айқайлап тастап, өзім мінекей мына жерде шай ішіп отырмын. Мына мұрагердегі тыныштықпен, ой, келдің ба ақыры? Келдің ба? Деп қой. Молодец, қатырдың енді ана баршы. Кеше ана біреу нені салып едім ғой, видеошы. Жаңағы бір күнде 150-ден астам отбасы ажырасады екен деп, содан кейін мынадан да айрегіме хат жазды ғой маған, келіншектер. Өзінің отбасында ие болмайтындай еркектер бар, жауапкершіліктен қашатын еркектер бар. Одан қала берсе, үйінен қашатын еркектер бар екен. Қазір бар ғой, әйелі баяғыда қашып жүр, қазір өз үйінен өз еркек қашатын отбасылар бар екен. Сөйлесем қырт ете қалады, күйеуім қашып кетеді дейді. Сонымен жоқ дейді, кемейді дейді, төсекке келіп жатпайды. Не айтамыз енді? Айналайына о заманда бұл заман әйел қашып жүр, бұл еркек қашу деген не сынық болды. Түс ауды бітті, не тамақ істейін деген уайым бар ғой бізде. Бүткіл әйелде бар. Не істеймін? Не тамақ істеймін? Кешке тамақ аш қасқырлар келді ғой. Сорға арнап бірдеңе істеу керек. Ол сен күндіз анаяқа бардым, мынаяқа бардым, шаршадым, базар араладым, баланы үйірмеге апардым, үй жинадым деген оларға не действует? Ол әңгіме емес. В общем, сен үйде не істедің, ерік болсын. Не қылдың дейді ғой. Қазір біздің талаптарымыз да жоғарылап келеді. Баяғы заманда бір шараға кеспе оженсе ортаға қойды, әр адам өзі ожаумен құйып ішеді екен ғой тамақты. Той болатын қиып. А қазір кеспе ожен қасына тағы салат істеу керек па, бірдеңе пісіріп қою керек па, әйтеуір. Біздің де талаптар жоғарылап келеді ғой. Негізі пысық әйелдер бар ғой, пысық, ой-ой, неше түрлі пысық әйелдер бар. Ана әше етсіз ақ құйрықты турап, пияз турап, әдемілеп қамырды жайып, қораманан істеп жібереді. Жоқтан бар жасайтын пысықтар көп бізде. Биттің қабығынан биялай шығаратын қыздар көп қой. Молодец. Жарайсыздар. Әркімнің өзінің тарихы бар. Әрқайсымыз өзіміз бір тарихтың иесіміз. Өткенде айтып жатыр, қиындыққа шыдай. Менің оқырмандарым шыдамды екен. Мен соған көзім жетті. Мен сияқты оқырман, мен сияқты қарапайым қыз келіншектер. Бәріміздің басымызда бір қиындық бар. Әйтеуір арқалап жүрміз. Көніп жүрміз. Сүйретіліп жүрміз. Бірақ риза болып жүрейік. Өмірге риза болып. Осы өмірге келгеніміздің өз бір кино ғой. Осы келгеніміздің өз бір бақыт. Соны бағалап, барға қанағат қып, ұнымыз болса, құйрық болса, әдемілеп ораманнан жасайды деп тұр. Соған жететін шық. Той баласын таңқиып. Одан жаңағы қазір бар ғой, жұмыртқаң болса, кішкене маргариning болса, одан да пирог жасап жіберді ғой. Ол үшін де заман ақыр дүниені жасамаймыз. Біз қазақтың әйелдері мықтымыз, короче говоря. Мақтайтын адам таппай өзімнен өзім сондай бір. Бәріміз мықтымыз ей. Мықтымыз. Амансыздар ма, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Не жаңалықтарыңыз бар? Ауылға барып қайттық. 2 күн ауылға барып, мына телефоннан демалып, интернеттен демалып қайттық. Шынын келгенде бар ғой, шынын айтқанда. Мына телефонның интернет жоқ болса сен бұлчиып қалады екен ғой. Бұлчиып ана жерде жатты, түкке қажет емес болып қалады екен. Біз де бұлчиып өз-өзімізбен демалып жүрдік. Бұл бізден, біз бұдан демалдық қой. Бір рахаттанып қалдық ше. Мәссаған, интернетсіз мына телефон әшейін коробка болып қалады екен ғой. Бәріміз жүгіріп, бір-бірімізбен әңгіме айтып, үйкелесіп, шүйкелесіп қалдық қой. Күйеуім маған арықтап қалыпсың дейді маған. Мен айтам, мен бет жүзімді енді қарап тұрсың. Менен көп телефонға қарайсың. Енді көріп, атымды ұмытып қалмасаң болды. Мен сотқа күл болып кетпесем болды десем, қалды күлсің, сенің атыңды кім ұмытады деп мен күлдіріп деді ғой. Соткасы бір-бірімізбен әңгіме айту бір қиынырақ болып қапты. Ана жұмыстан ол отырады, мен үйден жібере береміз хатты бір-бірімізге. Бірдеңе ұнамаса ойбай деп мынандай смайлик жібере саламыз. Деп тұрған жібере саламыз. Немесе ана бірдеңені бүйте салшы, ананы сөйте салшы десе, ұнатпай қалсаң, мына бір смайлик жібере салсың. Одан көңіл күйің жақсы болса, беті қызарған жібере саласың. Ақша жіберші маған деп беті қызарған жібере саласың. Кеп мына бір жіберіп қоясың жаңағы. Романтический әңгімелер айтқанда. Соның бәрін өмірде келтіремей айтамыз ғой. Өмірде, шын өмірде қалай не істеуші еді? Смайликсіз қалай істейміз деп жаңағы бар ғой, миыма келмейді ғой. Ауылға барған сайын бірдеңе тастап кетемін. Миым ашып, шуылдап, жүріп, шұрқырап жүріп, бір жолы аяқ киім тастап кеткенмін, бала шағаның. Бұл жолы зубный щеткаларды тастап кеттім. Күйеуім, басыңды неге тастамайсың, сен дейді ғой. Мен басым мынаған мойынға жалғанып тұрғаннан кейін тастай алмай отырмын ғой. Әйтсе ол да қалып қалуы мүмкін еді десем, сен не деп тұрсың ә? Жоқ, сен неге ренжисің? Мен расында айтып тұрмын. Құдай сақтап басым мойныма жалғанып тұр. Әйтсе ол да қалады етсе жерде. Қақылтап бір жерде домалап қалады етсем. Систем жағын тастадым деп боқтап бірдеңелерді айтып шыңғырып кетті. Мен
әкеміздің құны емес, бір щеткаларымыз деп. Апта сайын тастайсың, апта сайын щеткаларсың, сен білдің ба? Әкеміздің құны. Жауапкершілік керек деп айқайлап отыр ғой маған. Мен айттым, бір щеткаға өзіңде ие болсаң болады ғой деп. Сонымен не керек? Қылқылдырып өлтіре жазайын деп барып аузымызды жауып, ләппай, сенікі дұрыс деп, жақсы бір щетка әкеп құтылдық енді. Жаңа щетка әкеп тұрсаң да жақпай жатырмын ғой. Мен саған жаңасын әкеп, щетканы оказывается ауыстырып тұру керек екен десем, жылданып, айғайлап айтар, сонымен бір жаққа кеттен. Мен енді миым ашып қалады, не істеймін, мен әдейі істеп отқан жоқпын. Ай, ашшаға маған кегісі келіп жатыр. Әдейі істеп отқан жоқпын, мен бала шағамен жүргеннен кейін сол ғой енді. Бұлардың қалған көдесөдей ол тағы бар енді. Оны үндемей аузымызды жауып отырмыз енді. Ертең сақ жеріңіш десем, о жақтағылар ренжиді. Жүріп жатқан шірлік әйтеуір сондай.